Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Мұқашев Әлбек Кәрімұлы. Менің бүгін тікелей эфирге шығуыма тура келгені онлайн формат арқылы сөйлесу кезінде Шығыс Қазақстан облысының әкімінің орынбасары Дархан Сапан мырзамен және оған дейінгі уақыттарда Шығыс Қазақстан облысының әкімі Нұрымбет Аманұлымен кездесу барысында қалай шекаралық аймақтарды дамыту туралы пікір алмасу болған. Қазіргі кезде октябрь айында республикалық бюджеттің бекітілуіне байланысты Зайсан ауданының қалай дамыту жолдары жоспарымызда ауданның азаматтары және де бірнеше шаруа қожалықтарымен бірлесе отырып мынандай келісімге келдік. Бірінші, 5 миллиард теңге қаражат ақша ауданға бөлдіру. Бұл қаражат ақша кепілсіз түрде берілсе, ауданға 500-600 адам халық жұмыспен қамтылар еді. Біріншіден, президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев шекаралық аймақтарды дамыту стратегиялық маңызы бар деген сөздер сөз жүзінде емес, іс жүзінде іске асар еді. Неге 5 миллиард деген қаражат ақшаға келсек, туризмді дамыту Зайсан өңірінде 1 миллиард теңге 5 учаскеге 5 саяжай орнын ашу, әр саяхат орны 50 адам күніне қабылдай алатын. Зайсан ауданының табиғаты Марқакөл, Қатон, Қарғайдан асып түспесе кем түспейді. Мен өзім 7 жыл Восток-Турсервис жауапкершілігі секторы серіктестігінің директор болып, аңшылық туризммен айналыстым. Шет елден жыл сайын 40-50 адамдар қабылдадым. Сондықтан мен Шығыс Қазақстан облысының аудандарының табиғатын жатқа білемін. Және де 2,5 миллиард теңге бұл Зайсан ауданында 25 мың гектар суармалы жер бар. Соның 3 мың гектар жерде жоңышқа, сәбіз, картоп, күріш егу жұмыстарын қолға алу және өндіру. Және президент Тоқаев халыққа өндеуінде жаңғыртып суару қолға алу керектігін атап айтты. Бірақ та жаңғыртып суару әр қожалықтың агрегат алуға әр шаруа ала алмайды. Себебі шоттарында 200 миллион теңге көлемінде қаржы болу керек. Сондықтан облыс әкімдігі өздері қолдау көрсетіп тікелей атсалысу керек деп есептейміз. Басқа облыстарда мыңдаған гектар жер субсидия арқылы іске асып жатыр. Неге біздің Шығыс Қазақстан облысында бұл кенжелеп қалған? Аудандыққа мысалы 10 трактор 5 комбайн берсе, мен айтып отырған 3